Ильяс Есенберлин 70-80 жылдары өзінің тарихи шығармаларымен жарқ етіп шыға келген қазақтың жұлдызы ғой енді. Қазақ аспанындағы жұлдыз деп айтуға болады. Неге? Өйткені сол кездегі жұрттың ойында жүрген, жұрттың көкейінде жүрген, айта бастаса да ауыздарына қапқан түсе бастаған уақытта қазақ тағдыры туралы, ел тағдыры туралы өзінің шығармаларын жазған жазушы. Енді кейде менен сұрайды, қалай келдіңіз сіз Ильяс Есенберлинге деп. Шынымды айтатын болсам, алғашқыда маған Ильяс Есенберлинге қызыққаным оның шығармасы болды. Көшпенділерді сіздер білесіздер. Соның мысалы бірінші кітабы Алмас қылыш, одан кейін Жанталас, одан кейін үшінші кітабы ол Хан Кене. Міне осы қарап отырып мен ойландым. Алмас қылыш дегенде, неге Жанталас, неге Хан Кене? Бірақ сөзбен жауап беруге болады. Алмас қылыш деген уақытта кез келген оқырманның ойына көз алдына бірінші елестейтін ол кәдімгі қару. Қанжар болсын, қылыш болсын жарқылдаған. Бірақ Есенберлиннің айтып тұрғаны онда емес. Мысалы мынандай бір сюжет бар. Қасым хан қаптап келе жатқан әскерге қарап тұр. Айтады, мынау келе жатқан бір жарқылдап алмас қылыштай келе жатырған қазақтың біріккен рулары ғой дейді. Енді мінеки осылай қазақ біріге алса әрқашанда, оған ешқандай жау төтеп бере алмайды. Кез келген жауға қарсы тұрады. Иә, білектің күші найзаның ұшы дейтін заман өтіп кетті. Алмас қылыш кейінге қалып жатыр. Осыдан кейін барып қазақ бірігіп хандық құрды, ұлттық дәрежесін көтерді. Көрші мемлекеттермен қарым-қатынастарға түсе бастады. Бірақ бұл жерде сіздерге айта кету керек, тағы да бір мәселе бар. Әлемде алып мемлекеттер туындай бастады. Империялық дәрежедегі. Көрші жатқан Ресей, көрші жатқан Қытай, Европалық мемлекеттер деген сияқты. Міне осыған қалай төтеп беруге болады? Кішкентай ғана халық, жер үлкен, байлығы мол, оған қызығатындар көп. Бірақ егерде шын мәнісіне келген уақытта күшпен қарсы тұруға болмайды. Менің ойымша мінеки осы жерде айтатын мәселе қазақ хандығының, қазақ хандығы форматындағы мемлекетті құрушылардың ойланғаны. Қандай дәрежеде қарым-қатынастарды құруға болады? Ресеймен жақындасты. Арғартай көп бармай қояйық. Жанталасып, дамудың жаңа бағыттарын ізде бастырып атқан уақытта Ресеймен жақындасты. Өкінішке орай Ресеймен жақындасу біршама жағдайларда өзінің жақсы нәтижелерін берген жоқ. Ұлт өзінің дәрежесінен айырыла бастады. Жоғарыда айтып отырған мемлекет жойыла бастады. Дәстүрлі мемлекеттіліктің институттары жойыла бастады. Хандар институты, сұлтандар институты, батырлар институты. Ең кереметі халықты бағыт беріп отыратын ақылды да тұжырымды билер институты өзінің дәрежесінен айырыла бастады. Міне Жанталас дегеніміз осы. Сөйтіп, енді осындай жағдайда жүрген уақытта алып мемлекет Ресеймен жақындаса бастады. Жаңа айтып отырған процестер көріне бастады, Хан Кене туды. Сонда менің ойымша Есенберлиннің айтайын деп отырған ойы, егерде мемлекет аралық қатынастарда теңдік болмаса, бір-біріне деген сыйластық болмаса, немесе мемлекеттің қандай да бір түрлі болмасын соған ұлттық мемлекеттің, соған ұқыптылықпен қарамаса, кез келген уақытта кенесарылар шығады. Назар аударыңыздар.
Кенесары деп отырған жоқпын. Кенесарылар шығады. 15 жылға созылған Кенесарының күресі күшпен басылды. Бірақ ар жағында сәл уақыттан кейін тағы да. Уақыт көрсетіп отырғандай, осы ұлт-азаттық қозғалысының бір форматы күшпен қарсылық көрсету, өздеріңіз білесіздер, 16 жылға дейін жалғасты. Кейін кеңестік дәуірде де осындай жағдай болды. Міне Есенберлиннің шығармасына осы тұрғыдан қарап отырып, мен оның шығармаларына бір шолу жасама қойға келдім дағы, Есенберлин атты еңбек жаздым. Бір сұрақ тағы да туындайды. Сіз қандай деректермен жұмыс істедіңіз, немесе фондтар болды ма деген сияқты. Иә, Есенберлиннің жеке қорлары бар біздің архивтерде. Бірақ онда сіз жаңағы мен айтып отырған мәселелерді таба алмайсыз. Бұған жету үшін Есенберлиннің еңбектерін оқу керек. Мінекей мен Есенберлиннің біраз еңбектерін мұқият қарап отырып, әсіресе жаңа айтып отқан трилогия көшпенділер сияқты еңбектерін. Соның ішінде мысалы советтік, кеңестік дәуірге байланысты мұхиттан өткен қайық деген Есенберлиннің тірі кезінде жарық көрмеген шығарма. Бұл енді бұның бас кейіпкері негізінде Дінмұхамед Ахмедович Қонаев, соған қарап отыр. Осының ішінде де көптеген еңбектер бар. Алаш мәселесі бар, жер мәселесі бар. Есенберлин кейбір жағдайларда мәселені турасынан көтермейді. Бірақ әңгімені айтып келетаттағы, бірақ деген бір сөзбен қайраттағы бір ой тастайды. Мысалы, қараңыздаршы, біз осы уақытта космосты игеру мәселесіне назар аударып отырмыз. Зияны бар ма, әлде оның жақсы жақтары көп пе деген сияқты. Экологиялық өзгерістер болып жатыр. Осының барлығысы Есенберлинде бар. Есенберлинде бар. Жер мәселесі әсіресе қазақтың ғасырлардан келіп, оған былай айтқан уақытта негізгі байлығы болып отырған жерді Совет кеңестік заманда қалай болса солай пайдалану. 28 миллион гектар жерді жыртып тастау. Бидай өндіреміз деп. Міне осының барлығысы Есенберлинде бар, Есенберлинде бар. Енді кей уақытта маған тағы да осы соңғы уақыттар бір-екі сұрақтар туындап жүрген жерімде көп айтпаса да сұрайды. Сіз жаздыңыз, жақсы болсын, жаман болсын, еңбегіңіз шықты, оқып жатырмыз, көріп жатырмыз, аз тиражбен шықты. Көбейтсем бе екен, қалай көбейтсем екен, осыған қалай қаражат табылса екен деген ойда жүрмін, мінекей бірнеше жылдан бері. Өйткені Есенберлинге байланысты менің шығармамда, мен дегеніме кешірім сұраймын енді, менің шығармамда айтылмай қалған жерлер бар. Мысалы 30 жылдары қазақ халқының басына түскен қасіреттердің бірі ашаршылық. Есенберлин бұл уақытта әжепті біраз жасқа келген азамат. Ол 15 жыл туатын болса, бұл кезде 18 жастағы азамат па? Азамат оқуға түсіп, мектепті бітіріп, жұмыс істеп жүрген кез, Жезқазғанда жұмыс істеп жүрген кез. Ашаршылықты өз көзімен көріп отыр. Міне осы кезде, осыған байланысты менің шығармамда бірақ мысал бар. Інесі Раунақтың айтуына қарағанда, Теміртауда, кешіріңдер, Теміртау емес, Жезқазған, оның жанында Қайсет. Сол Жезқазған жаққа барған уақытта. Көшеден бір баланы ертіп келеді. Аш, жалаңаш, әкесімен екеуін. Аштан өлейін деп жатыр. Сол үйге алып келіп, кішкене қолындағы қолының шамалтысына байланысты көмектеседі, кейін осы баласы мен әкесі кетеді. Әрқартай олардың тағдыры белгісіз. Міне осындай жүрген, осыны Есенберлин ашықты көріп жатыр. Осының төңірегінде ойланатын сияқты ол. Неге бұлай болып отыр? Сөйтіп, сол жердегі аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы Теляев дегенге хат жазады. Осы хат табылмай жатыр. Егер де біз осы хатты тағы да біраз іздеп көріп табатын болсақ, мүмкін тағы да біраз ойларды айтуға болар еді. Ол жерде мынандай мәселе бар. Орыс пен қазақ неге тең емес? Неге орыстар аштан көп қырылған жоқ, а неге қазақтар жаппай қырылып жатыр? Бұны айтатын себебі
аудандық атқару комитетінде қызмет істеп жүрген уақытта Ильясқа тапсырма берілген. Сен ана қазақтарды Жуалы деген жерге көшіріп апарып тастап отырасың. Ары қаратай вагондарға мінгізіп станцияның төңірегін деген сияқты. Сонда ол былай деп айтады. Орыс жұмысшыларына ақша төленеді, немесе тамақ бөлінеді. Қазақтарға ондай ештеңе берілмейді. Неге олай? Егер де осы проблеманы шешетін болса деген сияқты. Екінші бір мәселе, бұл енді әрине менің жеке басыма байланысты, оны айтуға болады ма, болмайды ма. Біз көбінесе Есенберлинде атбасарлық дейміз. Бірақ менде архивтен алынған жазба бар. Сонда Есенберлин айтады, менің туған жерім дейді, бұл Ұлытау менен Арғытаудың ортасындағы Қарақойын Қашырлы деген жер дейді. Қарақойын Қашырлы деген жер бар. Біз кейін осы жерді іздеп таптық. Қарақойын деген жер бар, бір бұрыннан келе жатыр. Ал Қашырлы дегеніңіз бұл қазіргі Баршын, бұрынғы қазіргі Баршын ауданына қарасты 21-ші партиясы. Бұл енді Есенберлинге сіз неге қалай тарихи жолға түстіңіз дегенде, ол осы Атбасар төңірегін көп айтқан. Ең соңғы уақыттары осы Атбасардың, әсіресе Есілдің бойынан көптеген қалалардың орны, егістіктердің орны шығып жатыр. Яғни бұл төңірек ертеден келе жатқан бір тарихи өлке, тарихи алқап, осыған байланысты бір әңгімелерді қозғап, Есенберлинді байланыстырып отырып айтуға болады. Міне осындай мәселелер.